Әңгіме басталмас бұрын, арнаға тіркеліп, жаңа хикаяларды бірінші болып тыңдаңыз. Қазір келін дегендер бұрынғы келін емес қой. Білмеймін, уақыт па, заман ба, әлде біз қателесеміз бе деп ойланып жүрем. Бірақ менің басымнан өткесін кейде өзіме де жаным ашып кетеді. Бірінші жылдары қандай еді? Жұмыстан шаршап келсем де, тәйірі жас қой, үйреніп кетер деп іштей жұбатып қоятынмын. Ұлым екеуі жаңа үйреніп келгенде, екеуіне ештеңелерін айтпай барымды салып, өздері бақытты болсын деп тіледім. Келінімді қызымдай көргім келген, шыным осы. Бірақ ұлым жұмыста не оқуда болсын, үйде жоқ кезде келінімнің мінезі басқа болып кететінін байқап жүрдім. Бір-екі рет әлде мен қатты сезімталмын ба деп те ойладым. Бірақ күн өткен сайын сөздері өткірлене берді. Бұрын апа деп сөйлейтін, кейін сіз деп қатқылдап, одан ары түк түсінбейсіз ғой деген сияқты сөздер шыға бастады. Бір күні таңертең шай дайындап тұр едім, келіп, осы үйді қашан жөндейміз? Ұлым маған айтты, ана жақта апам тұрады деп. Мен енді тығылып, бұрыш-бұрышта жүргім келмейді дейді. Мен түсінбей қалдым. Ана жақта апам тұрады дегені қайсы деп ойладым. Қай жақ дедім. Мына үй. Бұл сіздің үйіңіз емес қой, біздікі ғой дейді бетіме тіке қарап. Сол кезде бір түрлі жүрегім шымете қалды. Бірақ үндемедім, себебі ұлым жоқ, үйде екеуміз ғана. Не десем де бәрібір апа айтты деп балама жылап-сықтап жеткізерін білем. Бұрын да солай болған. Осылайша күн артынан күн, сөз артынан сөз. Үндемей жүргенімді білесің бе, әлсіздік деп ойлады ма, әлде өзім де білмеймін. Неғұрлым үндемеймін, соғұрлым күшейіп кетті. Кейде тіпті сізді бөлек шығарып тынышталып қалсақ па екен дейді. Оны маған айтып тұрғанына қарашы. Ұлым жоқта. Ал ұлым келгенде мүлде басқа адам, мүлде. Кейде жап-жас болып неге мұнша қатқыл деп ойланам. Бірақ өмір ғой, әркімнің мінезі бар. Бір күні бір таныс кеңес берді. Үйдің құжатын реттеп қой. Құжат кімнің атында, соның билігі жүреді деді. Мен де ойланып жүріп, шындап бардым да, құжатты өз атында толығымен бекітіп алдым. Өйткені бұл үй марқұм күйеуім екеуміздің өмір бойғы еңбегіміз. Ұлым өссін деп, қызық көрерсін деп салған үй. Содан бір күні келін құжат мәселесін біліп қойды. Білмеймін, кім айтты. Ұлым да мен де айтқан жоқпыз. Біреуден естіген анық. Сол сәттегі келіннің түрін көрсең ғой. Жүзі әп сәтте құбылып, көзіне бір реніш пе, ашу ма, сондай бір нәрсе келді. Ішінде бірдеңесі күйіп кеткенін сездім. Яғни бұл үй сіздікі болып тұр ма деді. Иә, баламның әкесімен бірге алған үй ғой дедім сабырмен. Ал бізше, біз қайда тұрамыз? Баламның үйі ғой. Ертең өзіне де үй алып береміз, уайымдама дедім. Бөлек шықсақ та, ертең бұл үй бәрібір бізге қалады ғой деп ойлап жүредім деп қалды. Сөзін аяқтап та үлгермеді. Өзі аңшыдай, мен аңғалдай боп қалдым. Бірақ айтқаны анық. Сол сәтте бәрін түсіндім. Оның неге мінез көрсеткенін, енені бөлек шығарайық дегенін, неге мені ұлым жоқта сөзбен түрткілегенін, бәрін. Сол күннен кейін келіннің мінезі өзгерді. Бірақ жақсылыққа емес. Қызғаныш па, өкпе ме, әйтеуір ішінде бір қыжыл пайда болды. Тамағында бөлек пісіре бастады, бөлмесінен шықпайтын болды, тіпті ұлыммен де салқын сөйлейтін байқаймын. Кейде түнде жылап алатын сияқты. Білмеймін, естіп қалам. Бір күні кешқұрым екеуі бөлмелерінде сөйлесіп отыр екен. Дауыс шығармайын деп тұрсады, бірақ есіктің ар жағынан бәрі естіледі ғой. Мен бұл үйде тұра алмаймын дейді келін. Неге дейді ұлым. Маған қиын, өз үйім болсын деймін. Болды, ертең көшеміз дейді ұлым сабырмен. Соны естіп, жүрегім бір түрлі ауырлап кетті. Ұлымның да жағдайын ойлаймын, бірақ шындық осы. Содан бері келін чемоданын жинаумен әлек. Бар дүние мүлкін реттеп, әлденеге дайындалып жүрген сияқты. Ұлым да үндемейді. Қайда кететіндерін айтпайды, бірақ сеземін, олар көшкелі жатыр. Мен оларға ренжімеймін. Реніш деген іште қалса адамды улайды. Оның үстіне әрқайсының өз жолы бар. Ұлым болса қайда барса да менің балам. Келін болса жас қой,
өмірден көп нәрсе күтеді. Бірақ бір ғана нәрсеге таңғалам. Неге адамдар үлкенге құрметпен қарауды ұмытып барады? Мен ешкімнің несібесін тартып алған жоқпын. Тек өмір бойы еңбек етіп тапқан үйімді өз атымда қалдырдым. Болды. Ал келін? Өз ойымен күресе алмай жүр ме, әлде маған ренжіп жүр ме білмеймін. Бірақ сол күннен бастап өзі де іштей кету керек деп шешкенін сеземін. Міне, солай. Күле сөйлеп жүрген келіннің тұратын жерім дайын деген үмітінің күйіп түскені бәрін өзгертіп жіберді. Әр адамға өз орны керек. Ал менің орным осы үй. Бұл үйдің иесі марқұм жолдасыммен бірге мен. Ұлым кетсе де ол қайтып келеді. Ал келін өмір көрсетеді. Өмір ғой, айналайын. Әркім өз басына түскенін біледі. Келін чемодан жинап жүрген күндердің бірінде үйдің ішіндегі ауа ауырлап кеткендей болды. Бұрынғыдай дабыр жоқ, күліп сөйлесу жоқ. Ұлым да келін де әрқайсысы өз ойымен әлек. Екеуінің арасында бір қабырға тұрғандай. Ал мен өзімше бәрі жақсы болады деп алдарқатам, бірақ жүрек бәрін сезеді ғой. Бір күні кешке ұлым жұмыстан шаршап келді. Бөлмесіне кіріп кетеді деп ойлаған, бірақ олай болмады. Ас бөлмеге келіп, мен отырған үстелдің жанына үнсіз отырып қалды. Айналамызда үнсіздік. Тіпті қасықтың тықылы естілсе де бір түрлі әсер етеді. Бала, не болды дедім, әрі қорқып, әрі алаңдап. Ұлым қабағын түсіріп, қолын уқалап отырды. Анашым, біз сөйлестік деді. Білем дедім жай ғана. Келін көшкісі келеді. Я, сезем. Бұл үйде өзін бөтен сезінеді екен. Ол жас қой, бәрі түсінікті. Бірақ сізді ренжітіп алдық па деп ойымдап жүрмін. Мен үнсіз ғана жымидым. Ұлымның маған деген алаңдаушылығын сезгенде жүрегім жібіп кетеді. Бала, мен ренжімеймін. Әркімнің өз шаңырағы болғаны жақсы. Сендер бөлек шықсаңдар, өздеріне жақсы болады. Бірақ сіз жалғыз қаласыз ғой. Оған уайымдама, мен жалғыз емесмін. Үйім бар, көршілерім бар, туғандарым бар. Одан да сендердің араларың бұзылмасын. Бір үйде 3 адам тұрса, бірінің жүрегі сынып кетуі мүмкін дедім. Ұлым көзін төмен салып отыр. Айтайын дегені бар, бірақ айта алмайды. Адамның жүрегінде арпалыс болғанда солай болады ғой. Анашым, шынымды айтсам, мен де шаршадым. Неден? Екеуміздің арада не болып жатқанымызды көріп жүрмін. Келін сізге кейде қатты сөйлейме деп қорқам. Бірақ оның да өз уайымдары бар. Ол да үйсіз қаламыз ба деп қорқады. Мен басымды изедім. Қорқатындай не болды? Білмеймін, бірақ біреулер оған үй анасының атында болса, ертең саған ештеңе бұйырмай қалуы мүмкін деген сияқты сөздер айтыпты. Кім айтты? Жеңешесі екен. Ішімнен бәрін түсініп отырмын. Жас келіндердің мәселесі көбіне сырттың сөзінен шығады ғой. Біреу үй саған тиесілі емес десе қорқады. Біреу бөлек шықсаң еркінсің десе соған еріп кетеді. Ұлым терең дем алып. Біз жақында бөлек шығамыз, бірақ сізді жалғыз қалдырмаймын. Күнде келіп тұрам. Кез келген уақытта қасыңыздамын деді. Мен қолын қысып. Бәрі дұрыс болады балам. Әр адамның жолы бар дедім. 1-2 күн өтті. Келін чемоданын жинап болған сияқты. Бөлмеден шықпайды. Шықса да маған қарамай өтеді. Бірақ жылап жүргені сезіледі. Бір күні кешке ол мен отырған жерге бір түрлі именіп келді. Жүрісі де баяу, басын көтеруге ұялып тұрғандай. Апа, деді бәсем дауыспен. Иә, келін. Мен сізді ренжітіп алдым. Жоқ, келін, өмір ғой. Жоқ, сізге кейде қатты сөгеп жіберген шығармын, білмей. Менің де жүйкем шашады. Мен сізді жек көргем жоқ. Жоқ, жаным, жек көрген жоқсың. Сен жассың, мен түсінем. Үйдің құжаты туралы білгенде бір түрлі өзімді бөтен сезініп кеттім. Ертең біз қайда тұрамыз деген қорқыныш келді. Ол сөйлей алмай қалды.
Көзінде жас. Мен жүрегім елжіреп кетіп, кел жаным, отыр деп қасына орын ұсындым. Ол еңіреп жылап жіберді. Ұзақ жылады. Сөзге тұншығып, жасқа тұншығып. Сізге ашуланғаным өзімді өзім қорғай алмай жүргенімнен шығар, білмеймін деді. Мен оның иығынан сипап. Ештеңе етпейді. Үй мәселе емес. Маңыздысы сендердің бақыттарың. Бөлек тұрсаңдар да біз бір-бірімізден алыстамаймыз. Сен менің келінімсің, ешқашан бөтен болған жоқсың дедім. Ол маған таңырқай қарады. Мүмкін мен қатты сөйлейді деп ойлаған шығар. Апа, егер рұқсат етсеңіз, біз жақын маңнан бір кішкене пәтер жалдап тұрайық. Сізге де жақын боламыз. Сіз жалғыз қалмасаңыз екен. Уайымдама қызым, жақын боласыңдар. Күнде келіп тұрасыңдар. Мен сендерді еш қайда жібермеймін. Келін деген анаға қыз бола алады. Сен де солай боласың. Бәрі уақытпен орнына түседі. Сол түні үйде тыныштық басқа болды. Бұрынғыдай ауыр емес, жеңіл, бір нәрсе орнына келгендей. Келесі күндері олар пәтер қарап жүрді. Мен де қарап жүрмін. Ұлым қайда барса да менің балам. Келін де енді бұрынғыдай қатқыл емес. Қат сөз айтпайды, ара-тұра шай әкеліп береді, бірдеңе сұрайды, өзгерген сияқты. Бір күні есік алдында екеуі пәтердің кілтін көрсетіп, «Анашым, таптық!» деді қуанып. Мен де қуандым. Себебі бұл олардың шаңырағы, өз отаулары, өз бақыттары. Ал мен осы үйде қалам. Үйім менің естелігім, жолдасыммен бірге салған там. Бірақ енді мынаны түсіндім. Келіндердің де қорқынышы бар, баланың да арманы бар. Әркімнің өз қайғысы, өз үміті бар. Бәрін жүрекке жиып алу керек емес, жай ғана түсіністік керек. Сол күннен бастап біздің ара қатынасымыз өзгере бастады. Келін енді маған басқаша қарайды, бұрынғыдай емес. Көзіне мейірім пайда болғандай. Кейде, апа, үйімізге барып сізбен шай ішкім келіп тұр деп өзі келеді. Ал мен, кел айналайын кел, үй деген туысқаннан да жақын, қайта-қайта келіп тұр деп күліп қарсы аламын. Өмір деген татуласу, түсіну, кешіру. Өткен кеткен сөз үшін адамды жоғалтып алмау керек. Келін күйеу баланың да жүрегі бар, біздің де жүрегіміз бар. Бәрін уақыт орнына қояды.